Тулайха ибн әл-Асади. Күндердің күнінде Саад ибн Абу Ваққас бастаған мұсылмандардың әскері парсылармен соғысу үшін жолға қамданады. Бұл шайқас тарихта Қаддесия шайқасы деген атпен танылған. Онда парсылар мұсылмандарға қарағанда саны жағынан өте көп болатын. Соғыс басталар алдында әскер басшысы Саад ибн Абу Ваққас алдына 7 кісіні шақыртып, парсылардың әскері туралы қандай да ақпарат алу үшін және мүмкін болса олардың біреуін тұтқынға ұстап әкелуді бұйырады. Олардың ішінде Тулайха ибн әл-Асади бар еді. Содан 7 кісі жолға шығып, парсылардың әскерін көріп, олардың көптігіне сескеніп, дереу өзара кері қайту керек деп шешім қабылдайды. Алайда Тулайха ибн әл-Асади бұйрықты орындау керектігін, артқа шегінуге болмайтынын айтады. Нәтижесінде 6 кісі кері қайтып, Тулайха ибн әл-Асади істі аяғына дейін жеткізу үшін өзі жалғыз аттанады. Ол бұған дейін де соғысқа көп қатысқан еді. Бойында қалыптасқан тәжірибесіне сүйене отырып, ол әскер жүрмейтін балшықпен жүріп, суды кешіп өтіп, 80 мың саны бар парсы әскерінің артынан жасырынып шығады. Содан жүре бере парсылардың әскері басшысы Рустам Фархазаттың шатырына жақындайды. Түзде жасырынып, қараңғы түсуді күтіп, уақыты келгенде шатырға шабуыл жасап, Рустам Фархазатты және ішінде демалып жатқандарды қырып салады. Сосын ол Рустамның шапшаң атына мінеді де кері қарай қаша жөнеледі. Барлық парсы әскері оның соңына түседі. Бірақ Тулайха ибн әл-Асади мінген аты ешкімге жеткізбейді. Біраз шақырымды артта қалдырғаннан кейін оның соңынан парсылардың тек 3 қана әскері қуып келеді. Тиімді сәтті күткен Тулайха ибн әл-Асади кенет тоқтап, әлгі 3 кісіге қарсы шабуыл жасайды. Оның 2-ін өлтіріп, 3-сін тұтқынға алады. Содан оны мұсылмандардың әскер басшысы Саад ибн Абу Ваққастың алдына алып келеді. Саад ибн Абу Ваққас оған қарап, егер сен бізге керек әскер туралы барлық ақпаратты жасырмай, шындықты айтатын болсаң, басыңды бос жібереміз деп уәде береді. Сол сәтте тұтқынға түскен парсылық, мен сендерге әскер туралы ақпарат бермей тұрып, алдымен мені осында алып келген кісі туралы айтайын. Мен ондай батыр кісіні бұған дейін көрген емеспін. Бір елдің тұтастай әскері өте алмайтын, біздің 80 мыңнан тұратын әскерімізден жалғыз өзі жасырынып өтіп, шатырдағы әскер басшысын өлтіріп, онысымен қоймай, оның атына мініп, бүкіл әскерден сытылып шығып, қашып кетті. Бұған қоса, артынан тоқтаусыз қуған әрі 1000 әскерге татитын 3 кісінің 2-ін өлтіріп, мені тұтқынға ұстап, алдарың алып келді. Мен бұған дейін қанша соғысқа қатыссам да, парсы елінде мұндай батыр әскерді кездестірмеппін. Мен оған қарсы тұрсам, қолынан қаза табатынымды білгеннен кейін, өлмес үшін тұтқынға өз еркіммен түстім. Дәл осындай жау жүрек әскері бар. Сендердің алдарыңда біздің жеңіске жететініміз екіталай. Сондықтан мен мұсылман болып, бұдан бұлай сендермен бірге бір сапта тұрып соғысқым келеді, деп исламды қабылдаған екен.